Парламент мәжілісінің депутаты Темір Қырықбаев Сарыағаш ауданындағы білім мекемесінде ондағы қызметкерлермен кездесіп, 6 қазанда өтетін референдумның маңызы мен атом электр станциясын салудың артықшылықтарын түсіндірді. Кездесуде білім қызметкерлері өз пікірлерін еркін айтып, АЭС салу жөніндегі референдумға қатысудың әр азаматтың міндеті екенін атап өтті. Темір Қырықбаев Сарыағаш аудандағы білім ұяларында өткен кездесуде атом электр станциясының тиімділігі мен қоғамға тигізетін пайдасын талқылады. Мәжілісмен жаңа технологияларды қолданудың қажеттілігін айта келе, АЭС жобасының елдің энергетикалық қауіпсіздігін арттыратынын жеткізді. Мемлекет басшысының жарлығына орай мына халықтық штаб құрылды. 6 қазанда референдумға мына халықты атом электр станциясын құру бойынша. Бұл халықтық штабта 5 саяси партия бар, қоғам қайраткерлері бар. Одан кейін мына біздер парламент мәжілісінің депутаттары, одан кейін мына облыс мәслихат депутаттары, аудан мәслихат депутаттары, сол штабтың жаңағыдай нелері, өкілдері. Мына өздеріңізбен мына мемлекет басшысы айтып өткендей, мемлекетімізде емес, бүкіл дүние жүзінде электр бағытының қамшылық болып жатқан себебінен атом электр станциясын салу бойынша референдумды құрып, соған халық өз таңдауын жасайды деді. Атом электр станциясы бұл әрине бізге қазақстандықтарға қажет. Атом электр станциясы, мына өздеріңіз естіп жатқан шығарсыздар. Көршілес мемлекеттер, Өзбекстан Республикасы құрылысын бастады. Одан бөлек мына Европаның бүкіл 31 әлемде құрылыстары бар, қанша жылдан бері жұмыс атқарып келе жатыр. Одан бөлек мынау Монғолия Республикасында да атом электр станциясының құрылысы басталып жатқан жайлары бар. Атом электр станциясының құны 10 миллиард долларға жуық болады. Бұның 40% халыққа зиян бермейтін нәрселерден құрылатын болады. Бұның арнайы комиссия құрылған халықаралық. Осы комиссия құрылысын басында қадағалап, бітіп, ары қарай жұмыс істеуіне де бағытталатын болады. Жалпы барлықтарыңызды 6 қазанда қолдауға шақырам. Әрине өздеріңіздің еркілеріңіз қолдайсыздар ма, қолдамайсыздар ма, бірақ мен сіздер барлықтарыңызды келешектің болашағымызға, ұрпағымызға қолдайды деп ойлаймын. Білім қызметкерлері референдумның маңыздылығын түсініп, оған белсенді қатысу керектігін мәлімдеді. Жиын соңында қатысушылар АЭС салудың еліміздің болашағы үшін пайдалы екеніне сенім білдірді. Халима Мақсатқызы, Нұрдәулет Жолбарыс, телеарнасының жаңалықтар қызметі.